Сәлеметсіз ме балалар? Бүгін 93-ші сабақты өтетін боламыз. Жаңа видеоларды көру үшін каналымызға тіркеліп, колокольчик батырмасын басыңыздар. 39-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Мерген қыз. Бұған дейін біз мерген қыздар жөнінде естімеген едік. Еремов, Николай Матвеевич, бізге осылар ғана жетіспей тұрған еді деп сыбырлады. Күлуге болмайды, өйткені алдымда отан қорғау үшін келген жауынгерлер тұр. Бір сәтте саптың шетінде тұрған қара көзді нәзік қызды көрдім де, кім боласыз дегенімше, ол саптан алға шығып, жолдас гвардия полковнигі атқыш Алия Молдағұловамын деп саңқ етті. Атқышпын дейсің бе? Я, атқышпын. Онда атқыш Молдағұлова, ас үйге барып картоп ашисың дедім. Алия, жолдас гвардия полковнигі, мен майданға картоп ашу үшін емес, фашистерді құрту үшін келдім деді. Опырай, қандай адамсың өзің? Я, сондай адаммын. Қане винтовкаңды бер әкел. Қаруын олай қарадым, бұлай қарадым, бәрі мұнтаздай таза, тиісетін мін жоқ. Осы сәтте винтовкадағы ВЛКСМ орталық комитетінен мерген Алия Молдағұлова деген жазуды көрдім де сасып қалдым. Қызым, бар, фашистерді жайрат деуден басқа ештеңе айта алмадым. Алиямен алғаш рет осылай кездестім. Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қой. Алия Молдағұлова өзін қалай таныстырды? Гвардия полковнигіне Алия не деп жауап берді? Қаруда қандай жазу жазылған? Сені көшеде журналист тоқтатып, Алия Молдағұлованың ерлігі туралы не білесің деп сұрақ қойса, не деп жауап берер едің? Алия Молдағұлова кеңес мергені, ефрейтор, кеңес одағының батыры. Ол Ұлы Отан соғысы жылдарында 2-ші Балтық жағалауы фронтында 22-ші әскердің 54-ші арнайы атқыштар бригадасында қызмет еткен. Алия 1942 жылы Ленинградтағы номер 46-ші мектепті бітіріп, Рыбинск қаласындағы авиация техникумына оқуға түскен. Осы жылдың 18 желтоқсанында аудандық әскери комиссариаттың жолдамасымен Мәскеудегі мерген қыздарды даярлайтын орталық мектепке қабылданған. Әскери мектепті үздік бітірген Алия өз өтініші бойынша 17 жасында 1943 жылдың тамыз айында майданға аттанған. 40-шы жаттығу етістіктерге тиісті жұрнақтарды қосып оқы. Олар қандай етістіктер екенін айт. Жіберме, теппе, шақырма, қазба, төзбе, болымсыз етістіктер. Шығармашылық үзіліс. 41-ші жаттығу туған күн, кездесу, басқа да мерекелерге шақыру қағаздарын алып көрдің бе? Шақыру қағаздары не үшін және қалай жазылады? Досыңа арнап туған күніңе шақыру қағазын жаз. Үлгі, назым. Сізді наурыздың 17-сі күні сағат 11:00-де болатын еңбек ардагерлерімен кездесуге шақырамыз. Ұйымдастырушылар. Маржан, сізді 20-ші ақпан күні болатын туған күн кешімнің қадірлі қонағы болуға шақырамын. Туған күн иесі Айсұлу. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналымыз пайдалы болған болса, лайк басып тіркеліп қойыңыздар. Жаңа видеолар сізге бірінші болып көрінеді.